Негізі шаштараз маманын кез келген адам бола бермейді деп ойлаймын. Осы Астанаға жаңадан келгеннің өзінде құрттай бір кабинет ашқам, сол кабинетте мұздай су ағады. Мен дәу шелекке кипятильник сап қоям. Әйеліне машинасында кілтін беремде борылып қалған кезде сөйтіп қалыңдау енді шаш осындай жері ойылып қалып енді не істейміз. Бір келіншек келді, әдемі, шашы әдемі. Шашымды тықырлап алып тастаңыз деді. Жетімдер үйіне барып оқытқым келді. 18-де жаңағы олар шығады ғой жетімдер үйінен. Сол кезде бір мамандығы болса. Келген клиенттерімше әрқашан күліп, жақсы сөйлесіп, жақсы қарсы алу керек. Сонда клиент іздеп келіп тұрады. Осы шаштараз арқылы мен біраз нәрсеге жеттім. Киген киімім, жеген ас тамағым, ішкен су бәрі осы жұмысым арқылы келіп жатыр. Заман көшінен қалыспайтын қай уақытта да өзекті мамандық қандай десе, әлбетте ол шаштараз. Бір қарағанда шашты қырқудан оңай нәрсе жоқтай болып көрінгенімен, оның да сан қилы қалтарысы мен бұлтарысы бар. Әрі қай кезеңде де сұранысқа ие, табысы да тәп-тәуір. Бірақ білекті шаштараз болу үшін бір ғана шашты қия білу қажет деген пікір қате. Білекті шаштараз шығармашыл, епті әрі үнемі даму үстінде болуы қажет. Бүгінгі кейіпкеріміз шаштараз өнерінің шебері. Бұл салаға келгенім қалай десем болады. Негізі өзіме қатты ұнайтын, өзім шашымды өзім бояп, мектепте жүрген кезде оны көріп қоймасында қайтадан қараға бояп, есептесем 49 жыл өтті ғой. Жоқ, енді бұл әзіл ғой. Шын мәнінде маған өзіме қатты ұнайды шаш қию, оны әрлеп, керемет сондай бір неше түрлі нәрселерді ойлап табу. Ата-аналарым жоқ, оған бармайсың, жоғарғы оқу оқисың деген сондай не болды. Сөйтіп басқаша мамандыққа кетіп қалдым, оқыдым. Ол мамандық товароведение дейді ғой, кооперативныйда оқыдым. Жарайды, енді оқып бітірдім оны, оның да жемісін көрдім бір 3-4 жыл. Бірақ сонда да осы шашқа қайта-қайта келе берген себебім ұнайды. Құрбыларым шашын істеймін, көршілерім шашын қидым, інілерім шашын қидым. Шаштараз деген маман негізі өте қызық маман. Оның қызығы мен шыжығы да, қиындығы да бірге жүреді. Өйткені бұл мысалға шаштараз маман болу үшін тек қана шаш қиып, шаштың жаңағы мінезін дейді, шашты мүсіндеу ғана білу, тек қана соны ғана білу емес. Біріншіден денсаулық болу керек, аяғың ауырмау керек, аяқта өткені ұзақ тұрасың, қолдарың ауырмау керек, саусақтарың семіз болмау керек, сондай сияқты өте көп психолог болу керексің, кішкене мінезің жақсы болу керек, көзің өткір болу керек, фантазияң жақсы болу керек, еңбекқор болу керексің. Енді айта берсін өте көп қой негізі. Осы шаштараз саласында істеп жатқаныма 20 жылдай уақыт болып қалды. Мен жалпы өзім оқымағам. Кластасым ең бірінші кластасым Дағдан деген кластасы баланы алғам, 2 сағат алғам. Төбесін үлкен тарақпен. Құдайға шүкір, Астанаға енді көбісі айтады ғой, бір сумкамен келдім деп. Мен өзім де солай болған, бір сумка болған, үлкен, ішінде бір 2 киім, 3 киім болған. Былай айтсақ, ішінде пустой сияқты болған. Шүкір қазір үйіміз бар, машинамыз бар деген сияқты. Сол енді бұл шаштараз деген ойлайды бәрі, мысалы адамдардың келіп жатқан адам көбісі айтады, ой шашымды қиып бере сал, не ол чик-чик кешесінде
қоя қоясың деп. Негізі әр адамның өзінің бет әлпеті бар, жарасатыны бар, жараспайтыны бар. Одан қалса шашының құрылысы бар, ұзындығы, қалыңдығы, бәріне себебі бар. Бәрін соны ойластырып алдын ала болмаса да, мысалы келген адамды мен бетіне қараймын, сосын шашына қараймын, сосын жүріс-тұрысына қараймын. Кейбір адамдар болады, әңгімеге жоқ адамдар бар. Оларды үндемей ойындағысын түсініп алу керекпін да, сол ойындағысын істеп, сосын барып жаңағы іске кірісе берем. Қиыны азаннан кешке дейін тік тұрамыз. Мысалы мына аяқтарым қатты кешке үйге барғанда қатты ауырады, тамырлар шығады, сүйектер тасиды. Менде майтабан болмаған, сол тұра бергенде майтабан пайда болып, тобығым ісіп кетеді. Негізі шаштараз маманы кез келген адам бола бермейді деп ойлаймын, өйткені ол терең вкус дейді ғой, не дейді, талғам болу керек адамда, сосын өнерге жақын адам болу керек, художественный кішкене образованиясы болу керек. Еңкейіп жаңағы көзін көрмей қалады кейде, мысалы айнамен тік өмір бақи айнамен істеп келе жатырмын. Ол бар, сосын неше түрлі красканың иісі бар, біреуі зиян, біреуі жаңағы зиян емес дейді. Бәрібір краска болғасын, ол шаш бояйтын, ол химия зат, оның зияны бар. Құдайға шүкір, менде ондай бір аллергия неғаған емес, бірақ мен қанша құрбыларымды білем. Өлерде жақсы көретін жұмыстарын істей алмай кеткендері бар. Бұрын бұл маман негізі қатты востребованы болмайтын, қазір шаштараз стилист сияқты өте востребованы. Негізі бұл әлемде сұлулық болған, болады, бар және болады. Өйткені ол, мысалы, адам ешқашан сұлулықтан алыс кетпеген, әрқашан тула салысымен әр адам сұлу болғысы келеді. Оны воплощать ететін адамдар бізбіз. Сол сияқты бұл маманда жүргеніме негізі өзім художник отбасыдан шыққаннан кейін, өнер отбасыдан шыққаннан кейін, ол негізі менің қанымда. Кішкентай кезімнен мен жаңағы жақын болған үйдегілерді, туыстарды, әпке, сіңіл бәрін шаштарын алып, жаңа бояп түрлерін, мамамды солай жаңағы әрлейтінмін. Енді мен өзім сенбе-жексенбі күндері 25-30 аламыз, жай күндері 20 адам. Тұрақты клиенттеріміз бар. Бәрі записпен. 6 жұмысшы бар осы жерде. 5 ерлер, 1 әйелдер шашын қиятын. Қайшы бар, қайшы болғанда 1-2 жыл сайын ауыстырып тұрамыз. Бізде артығымен тұрады, өйткені 4-5 қайшы болады бізде. Тарақта солай сынып қалған, өтпей қалған жағдайда кездерде ауыстырып отырамыз. 2-3 адам сайын хлорлап, жуып, тазалап бәрін. Міне хлорымыз тұр. Осылай тазалап, жуып отырамыз. Қаланың шет жағынан келетін клиенттер бар. 30 шақырым қаланың шетінен райондардан келетін клиенттер бар. Не үшін сол клиент жақсы алғандықта, жақсы жұмыс істегендіктен, жақсы шығарып салғандықта қарсы алып шығарып болды деп ойлаймын. Осы Астанаға жаңадан келгеннің өзінде құрттай бір кабинет ашқам, сол кабинетте мұздай су ағады, ыстық су жоқ. Мен дәу шелекке кипятильник сап қоям, соны қайнатып отырам, оны басқа шелекке мұздай сумен араластырып бас жуамыз. Одан не керек, тар, кресло болмай сынып қалған кездерде креслоның орнына орындықпен істейсің.
орындықтың өзі келіспейтін, мысалы айналмайды, одан қалса кішкентай, епетейсіз. Өте көп дискомфорттар болды негізі кезінде. Сосын азанмен ерте бір жаққа баратын адамдар бар. Оларға да таң атпай, мысалы, ол 7-де үйінен шығып кету керек болса, мен 4-те тұрып үйіне барып болса да, маған келсе де сондай азанмен тұрам. Шаш қию бұл тек табыс көзі ғана емес, үлкен өнер. Соған қарамастан нарықта бәсеке басым. Көшеде жарқ-жұрқ өткен салондардан көз сүрінеді. Бірақ сол мыңдаған маманның ішінен өз ойыңның үдесінен шығатын нақты біреуіне тұрақтау әдетте оңқайға соға бермейді. Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнату, еңбекқорлық, байқампаздық, ұқыптылық адамдардың шаштаразға деген сенімін ұялатады. Маған бір қыз звондап, келесі аптада тойым деді. Соған прическа істеп беріңізші деді. Жарайды дедім, фотаңды, анау-мынауыңды алып келесің дедік. Сосын ол айтады, тәте шашым қатты ұзын дейді. Бопты, мен ұзын шаш көрмедім ме деп қоям жаңа. Сонымен келді бір қыз, шашын түйіп апты. Сосын көрініп тұр, түйгені дәу ғана. Сонымен енді креслоға отырды ғой, өзінің бойы ұзын екен. Жаңа түйген шашын бейтіп шешіп атырым, жерге гөрс етіп түссе олама шошып кеттім. Шашы датаво ұзын, жерде бейтіп үйіліп жатты ғой. Шошығаным менді сол кезде не істерімді білмей қалдым. Ана шаштан не істеймін? Бір аға клиент қойды, ағамыз тойға барам деп шашын алдырып, киініп келген. Тойға асып отыр, әйел сырттан кіріп қалған кезде, әйеліне машинасында кілтін беремде бұрылып қалған кезде, қазір бұрынғыдай емес қой, қайшымен емес, машинкамен аласың. Тек істеп жатқан кезде тек-тек жүрмей өтіп тұр ғой, жұлып кетеді. Қалыңдау енді шаш, осындай жері ойылып қалып, не істейміз? Ой, тойға баратын енді бүйтіп, ақ болып көрініп тұр, қара шаш қой. Қара красканы алып, жағып бір 5-10 минут ұстап, мына жер қара болғанда әйтеуір сол көрінбей кетті, бірақ тойға кетті. Анау асты бүйтіп ойылып қалған жері болды. Шаштың теріні боядық, ойылған жерін қарамен. Жақыннан білінеді, алыстан білінбейді. Қап-қара қылып шашпен түспен сондай-сондай қызықтар болды. Бір күні бір келіншек келді, әдемі, шашы әдемі. Өзі де өте көркем, әдемі келіншек екен. Бірақ көзінде мұңы бар. Келді, ай қалайсың, қанша жыл кеп жүрген, қалай жағдай, жақсы деді. Сөйтті да шашымды тықырлап ап тастаңыз деді. Не болды саған? Тықырлап ап тастаңыз, солай болды дейді. Есің дұрыс па, әдемі шашың не болды саған десем, мен химия алам дейді. Сөйтсем жаңағы жаман ауру жабысып, соған шашын алуға сондай кезеңдерде болады, қиын жағдайларда болады. Сол жағынан келгенде Айгүл, оның жүрегі жұмсақ, жылы, өте мейірімді, жүрген жерінде шуақ шашып жүреді, көңіл сыйлап жүреді. Әрқашанда онымен жүрген кезде бірге істеп көрдік, бірге істеп жүрген кезде жаңағы қатты шаршап, қатты қанатын түсіп, не дейді андай, сондай болған кезінде сілкілеп алады, өзіңді саған энергия беріп, өзінің жаңағы ұзақ жылдар келе жатқан опытымен бөлісіп, күлдіртіп, настроениені көтере білетін адам. Ондай адамдар өте аз Айгүл сияқты. Негізі ол өте профессионал. Мен айтам, оның ішкі тума дарыны бар, чувствосы бар. Бір жетімдер үйіне барып оқытқым келді. Бір сол алға қойған мақсатым ба, арман деп айта алмаймын. Бірақ бір сондай көмектескім келді.
жаңағы ойлаған бір 15-16 жасар қыз ұлдарды барып үйреткім келді. 18-де жаңағы олар шығады ғой жетімдер үйінен. Сол кезде бір мамандығы болса, жаңағы күнделікті өзінің тамағын, бір кем жетігін табатын, жаңағы айлыққа қарамай. Сол әлі ой менің әлі басымда келе жатыр. Енді Құдай қаласа соған қойған мақсатым сол іске асады деп ойлап жүрмін. Сол бала-шағаны, қараусыз қалып кеткен бала-шағаны кішкене болса да көмегім тиіп, ертең қолғабыс болып өздерінің күнкөрісіне шамалы болса да бір жағдай жасау деген ой болды менде. Бар әлі ол соған икемдеп жүрмін. Адамның ішкі дүниесінде кішкене сондай художественный бір андай сезім, чувство, творческое чувство дейді ма, не дейді, творческое начало болу керек. Өйткені әр адам, мысалға, жеке тұлға, бір адамға бір келбет, бір бейне жарасқанымен, екінші адамға ол келбет, ол бейне, ол жаңағы прическа жараса бермейді. Жұмыс көп. Істейм деген адамға жұмыс мынадан. Бәрі жұмыс оқып келеді да, бірденнен 1 миллион теңге алатын айлыққа барғысы келеді. Ондай дұрыс емес. Жаңадан бастаған адам майдалап жинай бер. Келеді өзі. Ол бір майда болып келген нәрсен келесі жолы шамалы үлкен болып келеді. Одан кейін шамалы үлкен болып келеді. Жастарға айтарым, шыдамды болыңдар. Мен қазір жастармен де жұмыс істеп жүрмін. Шыдамсыздау кішкене. Жаңадан келген жұмыскер, жас жұмыскер бірденнен көп ақша тапқысы келеді. Мүмкін бізде сондай болған шығармыз. Бірақ шыдаңдар, сендердің шыдамдарың біздікінен мықты. Біздің жасымызға келген кезде бізден де көп табасыңдар дейін да, мысалы да. Шыдамсыз жастар. Шыдамдық керек. Клиентті жинау үшін не істеу керек? Клиентпен жақсы сөйлесу керек, келген бүкіл клиентпен. Аман адасып, келген клиентті жақсы қарсы алу керек. Қанша сен мастер, қанша шебер болғанмен қабағыңнан қар жауып тұрса, білмеймін, клиентті жақтырмай кету керек. Сияқты келген клиентпен әрқашан күліп, жақсы сөйлесіп, жақсы қарсы алу керек. Сонда клиентті іздеп келіп тұрады. Шаштараз болам деген адамға деп айта алмаймын. Негізі жастарға айтатыным, жұмыс істесеңдер көңілдеріңнен шығатын, өздеріңнің жақсы көретін, қолдарыңнан келетін, сол қолдарыңнан келсе соған бар ынта шынталарың соған ауып тұрған сондай жұмысқа кіріңдер, сондай жұмыс атқарыңдар. Осы шаштараз арқылы мен біраз нәрсеге жеттім. Алдымен көп адаммен таныстым. Даже мен осы жұмыс арқылы күйеуіммен де таныстым. Осы жұмыс арқылы үйлі болдым, жайлы болдым, киген киімім, жеген ас тамағым, ішкен су бәрі осы жұмысым арқылы кеп жатыр. Берекесімен кеп жатыр деп ойлаймын, Құдайға шүкір. Сосын осы жұмысым арқылы қалай айтсам екен, мен өсіп жатырмын, өніп жатырмын. Шаштараздың алдына бармаған адам жоқ сірә әлемде. Әдемі кесілген шаш, сәтті таңдалған төс адам реңін ашып, ажарына ажар қосары сөзсіз. Сондықтан да болар әйелдер қауымы үшін шаштаразға бару психологтың 10 сеансын алмастырады деген тәмсіл бар ел ішінде. Қалжыңмен айтылса да астарында шындық жатыр. Қорта келе әуелден елей бермейтін мамандықтың бүгінде сұранысы күшті. Әлем барда, сән барда, әдемілік барда, шаштараз мамандығы адамзатпен
қоса жасасады.